Так, ремонт кондиционер Гри қосылады да сразу предохранительді атып жібереді сразу. Мына предохранитель и мына жерде термистор сразу күйіп кетті. Так, сосын мына симфазный дроссель. Мына жерде мына екі ножкасы. Мынау уже в обрыве. Бұдан негізі бұл прозванивать ету керек негізі, бірақ бұл в обрыве. Ешқандай показатель жоқ. Сопротивление қойсақ та. В общем, на первичный питанияда замыкание бар бір жерде. Скорее всего, мына біреу конденсатор үрленген көрініп тұр кішкене. Вздутый. Мына оның екі ножкасы. Міне, айтқандай короткий замыканияда бұл жерде короткий замыкание болмау керек. Емкості да кетіп қалған сияқты, бірақ выпаивать етіп тексеру керек оны нақты. Бірақ емкость міне 0,02 уже, как резистор сияқты болып қалған. Негізі 22 микрофарад болу керек. Так, осы мынау кеткен. Замыканияда уже резистор сияқты уже бұл конденсатордың рөлін атқармайды. Мына симфазный дроссель уже балқыған көрініп тұр. Лактары еріп, межвитковый замыкание уже үзіліп кеткен ғой. Так, сосын мына жерде не кеткен? Термистор қап-қара болады. Мынау сияқты, бірақ қара, үлкендеу. Так, и предохранитель күйген тоже. Болды, в основном осы. Қазір тағы замена жасаймыз. Если короткое замыкание кетпесе, ары қарай диагностиканы жалғастырамыз. Так, в общем, мына конденсаторды выпаивать еттім. Так, міне выпаивать еттік. И міне выпаивать еткен выпаивать еткен екі ножка. Сол жерде әлі короткий замыкание тұр. Так, бұл значит мына диодный мост. Диодный мост мына екі неге келеді. Мына жерден переменный напряжение келеді да, и мына жерден выпрямляться етіп минус плюс контур, минус плюс выпрямленный ток шығады да мына жерден. Сол неге барады? Конденсаторға. Сол минус пен плюс замыкать етіп тұр. Скорее всего, диодный мост в коротком замыкании. Мына жағы да, мына жағы да. Екі жағы да в коротком замыкании. Былай да в коротком замыкании. Мынаны ауыстыру керек. Сосын мынаны қазір выпаивать етеміз. Если замыкание кетсе, значит проблема осыда. Так, в общем, мына үш деталь ауысты. Үш емес, төртеу и бесіншісі бар. Ол Так, ол термистор.
мына термистор бұл осы жерден фаза жүріп отырады да, фаза или ноль жүріп отырады да, егер мысалға 220 жүрсе бұл істей береді, а егер 220-дан асып кетсе, 400 неге өтіп кетсе, бұл соны 220-ға түсіріп отырады. Егер қатты одан да көп болып кетсе, бұл жанып кетеді. Біздің жағдайымызда жанып кеткен. Ауысты, синфазный дроссель ауысты. Міне, мынау бұрынғысы күйіп кеткен. Балқып кеткен ғой несі. Лак. Мынау үрленіп кеткен. Кішкене. Бұл да ауысты. Емкості кетіп қалған, в общем, резистор болып қалған. Предохранитель күйген ауысты. Мынау короткое замыканияда. Көрсеттім уже. Диодный мост. Диодный мост ауысты. Басқа диодный мост салдық. Бэушный. Бұл замыканияда жоқ, бәрі істеп тұр. Так, енді қосып көретін болсақ, қосқан кезде мына дисплей жану керек. Пик деп дауыс шығу керек те, жану керек. Все, қосылып тұр, дисплей жанды. Дауысты да естідіңіздер ғой. Қазір қайта қосам. Все, жеңіл ремонт болды. В основном көп деталь ауысты. А так диагностика, егер қорытындылай беретін болсақ, мынау диодный мост замыкать еткенде сол бүкіл цепті күйдіріп жүрген ғой.